Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Мен Ибрай Алтынсарин атындағы мамандырылған мектеп-интернатының әлеуметтік педагогы Сайпилова Ләззат Қабикен қызы. Білім беру саласындағы волонтерлік қайырымдылық және олардың жағдайы білім беру жүйесін жаңғыртудағы рөлін тақырыбында сіздермен өз жұмысымен бойынша бөліспекшімін. Білім беру саласындағы қайырымдылық мақсаты зияткерлік рухани әлеуетті пайдалану, отанға риясыз қызмет көрсету, нақты адамдарға қолдау көрсету және көмек көрсету, игілік жасау, отбасының қоғамдағы беделі мен рөлін қолдау, балалар мен жастарға патриоттық тәрбие беру. Білім беру ұйымдарында волонтерлік қозғалысты дамытудың басты мақсаты жастар ортасын ізгілендіру, мәселелерін шешуде оқушы жастармен жұртшылықтың күш-жігерін біріктіру және жан-жақты әлеуметтік психологиялық көмек көрсету және мұқтаж азаматтарға қолдау көрсету болып табылады. Волонтерлік қызмет жеке және немесе заңды тұлғалардың мүдделерінде өтеусіз негізінде жүзеге асырылатын әлеуметтік бағыттағы ерік қалауымен орындалатын қоғамдық пайдалы қызмет. Бірінші міндет қоғамға әлеуметтік міндеттерді шешуге көмектесу. Екінші міндет волонтерлік қызметті ұйымдастыруға бағытталған азаматтық бастамаларды дамыту және қолдау. Халықтық әртүрлі нысаналы топтармен және санаттармен өзара іс-қимыл жасауда волонтерлік қызметтің рөлін арттыру жөніндегі шараларды әзірлеу және іске асыру. Төртінші міндеті волонтерлерге консультация беруді, ақпарат беруді және әдістемелік сүйемелдеуді ұйымдастыру және жүргізу. Бесінші міндет волонтерлік топтарын, жоба, іс-шараларын орындаушыларды жасақтау. Алтыншы міндет волонтерлік қызметке оқытуды ұйымдастыру жатады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 8-ші азаматтық форумда сөйлеген сөзінде Қазақстанда волонтерлік қозғалысты қолдау жөніндегі бағдарламаны кеңейтуді тапсырды. Мемлекет басшысы жас ұрпақты әлеуметтік жобалармен жұмысқа көбірек тарту қажеттігін атап өтті. Қазіргі кезеңде әлеуметтік жобаларға волонтерлерді тарту маңызды. Мысалы, балалар үйлерін қамқорлыққа алу. Бұл туралы біз айтқан болатынбыз. Атаулы көмек және халықтық әлеуметтік осал санаты, сондай-ақ басқа да бастамалар деп атап өтті мемлекет басшысы. Білім беру ұйымдарындағы волонтерлік қызметтің түрлері: әлеуметтік волонтерлік, экологиялық волонтерлік, спорттық волонтерлік, мәдени волонтерлік. Мектебіміздің мамандырылған мектеп-интернат көмекшілері қамқорлық жобасы жұмыс атқарылады. Мамандырылған мектеп-интернат көмекшілері қамқорлық жобасының мақсаты мектептегі еріктілер қозғалысына, қатысушылардың дамуы мен жоғарылануына ықпал ету. Балалар арасында әлеуметтік қызмет мәдениетін қазіргі қоғамның дамуындағы маңызды фактор ретінде қалыптастыру. Әртүрлі саладағы мамандардың еріктілігінде даярлаудағы және іс-шараларды дайындауға өзара әрекетті. Профилактикалық іс-шараларды ұйымдастырудың әртүрлі формаларын қолдану. Жұмыс тәжірибесінде ақпараттық қолдау. Мамандырылған мектеп-интернаты көмекшілері қамқорлық жобасының ұйымдастыруымен мектепке жол акциясы, қарттармен аман саумысын акциясы, барлық балаларға сыйлыққа лайықты көмек қажет ететін балаларға жаңа жылдық сыйлық жұмыстарын ұйымдастыру. Мейірімді жүрек, жақсылық жаса акциясы, адаптациялық орталықта тұратын отбасыларға көмек көрсету ұйымдастыру. Қарттармен асыл қазынам, ардагерлерге көмек көрсету акциясы, көрме жұмысы ұйымдастырылды. Қарттарым аман саумысын акциясы, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету, адамшылықтың ең жоғары қасиеттерін бірі. Қай халықта болмасын, түпкі тамырында үлкенді сыйлап, құрмет көрсету тереңде жатыр.
Сол бір тамаша дәстүр бүгінгі күнге дейін жалғасын табуда. Қарттарым аман саумысын акциясында үлкен қарттармен көмек ұйымдастырылды. Үлкенге қарттарым асыл қазынам, ардагерлерге көмек көрсету акциясы жүргізілген көрсетілген фотосуреттер. Біздің мектеп оқушылары қарттарым асыл қазынам акциясына да мұқият дайындалды. Олардың аулаларын тазалау, дәрі-дәрмектерін әкеп беру, үйлерін тазалап беру сияқты көптеген көмек қолын созып, қарттардың ризашылығын алды. Мейірімді жүрек акциясы. Не дер екен мейірімі мол кісі, мейірімбандық кісіліктің үлгісі. Есіне ұстап мейірімбанның нақылын, дәулет болар алсан соның ақылын. Мейірімінен шынайы леп еседі, соны бақсан дәреже бақ еседі. Қайырымдылық жылы жүректен. Балалардың санасына мейірімділік, қайырымдылық ұғымдарын қалыптастыру, әлеуметтік жағдайы төмен балаларға көмек көрсету, оқушыларды кішіпейілділікке, бауырмалдыққа баулу. Жақсылық жаса акциясы ұйымдастырылған болатын. Акцияның мақсаты қалада тұратын аз қамтылған отбасыларға көмек ұйымдастыру. Қайырымдылық көмекке құштар адамдарға іс жүзінде жақсылық жасау, қайырымды, мейірімді адам айналасындағы және бүкіл адамзатқа тек жақсылық ойлап, мейірім шапағатын төгіп, жанашырлық, қамқорлық, қайырымдылық жасауға әзір тұрады. Әркімге әдеппен, инабатпен қарауға тиіспіз. Жақсылық жаса акцияның келтіретін фотосуреттер. Оқушыларымыз өзін тану сабағының мұғалімнің көмегімен өздері істеген әртүрлі қолөнер заттарына жәрмеңке ұйымдастырып, одан түскен ақшаны жанұя балаларына сыйлық алуға, самса пісіруге керекті азық-түлік алуға жұмсады. Жақсылық жасау әрбір азаматтың парызы. Бұл балалардың санасына мейірімділік, кішіпейілдік ұғымдарын ұялатады. Адаптациялық орталықта тұратын отбасыларға көмек көрсету ұйымдастыру. Қайырымдылық пен қамқорлық, имандылық негізі қамқорлық іс шарасы. Адаптация жылы жүрек жомарт қол акциясы. Адам өміріндегі ең игі істерінің бірі мұқтаж жандарға қамқорлық жасау. Адамдар бір-біріне қайырымдылық, мейірімділік таныту арқылы жақсылық жасайды. Қамқорлықты қажет ететін жандарға қол ұшын беру арқылы адам баласы жақсылыққа қадам бастайды. 1 наурыз күні алғыс айту күніне қарай біздің түлектер жанұя балалар үйіне барды. Оқушылар балаларға апарған сыйлықтарын тарту етті және де өздері дайындаған концерттік нөмірлерін көрсетіп, балаларды қуанышқа бөледі. Ал енді балаларымыздың екінші тобы көшедегі жұмысшыларға пирожкиді тегін таратып, олардың да алғысына кенелді. Қазіргі заманда балалар тәрбиесінде жүректі имандылыққа, махаббатқа, қайырымдылыққа, нұрландыруға, ізге іс жасауға және жүректен жүрекке арқылы адам жанына әсер ету үрдісі кең ауқымда талқыланып келеді. Жемқорлықпен күресу басты міндетіміз. Тәрбиеленушілерді сыбайлас, жемқорлық туралы білімдерін тереңдету, заң алдындағы жауапкершілікті арттыру, ұйымшылдық пен тәртіптіліктің тиімді жолдарын таба білуге баулу, саяси сауаттылыққа баулу, тәрбиеленушілерді өз құқықтарын қорғау білуге үйрету, патриоттық тәрбиеге баулу.
Отбасылық дәстүрлер, презентациялық жобалар. Жобаның мақсаты балаларды отбасылық дәстүрлер мен құндылықтарға қатынастыру арқылы жеке басының үйлесімділігін дамыту, қалыптастыру, отбасылық дәстүрлерге және отбасына деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу. 11 топ коронавирус инфекциясына сақтау жолдары. Өзіңді және жақындарыңды коронавируспен қорға атты танымдық ақпараттық сағатты өткізілді. Мақсаты денсаулықтың адам өмірі сүру үшін жаса қажеттілігін, оны сақтай білудің адам өміріндегі маңызы, микробтардың ағза қауіптілігін, кір қолдың қандай ауруларға ұшыратынын, жұқпалы аурулардан, коронавирустан сақтану жолдарын түсіндіру. Қолымыздан келгенше жақсылық жасауды ұмытпайық. Тыңдағандарыңызға рахмет.